Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Тақырыбы сын есім. Оқулығымыздан барлығымыз 92-93 бетті ашайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөз таптарын ажыратып, сын есімдерді сөйлем ішінен таба білу, бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Оқушылар, барлығымыз өткен сабақты есімізге түсірейікші. Сын есім дегеніміз заттың көлемін, түсін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер. Сұрақтары қандай, қай деген сұрақтар қойылады сын есімдерге. Есімдерге мысал келтірейік, балалар. Түсі қандай? Түсі қызыл. Түсі қандай? Түсі сары. Салмағы қандай? Салмағы ауыр, жеңіл. Ал пішіні қандай? Домалақ, сүйір, сопақ. Ал көлемі қандай? Кіші, үлкен, ұзын. Дәмі қандай? Ащы, тәтті, қышқыл. Ендеше оқушылар, мәтінмен жұмыс 66-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көшіріп жазып, мәтіндегі сын есімдерді тауып, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айтуымыз керек. Оқушылар, 66-шы жаттығуды жазып болсақ, барлығымыз сын есімдерді табайық. Ертіс үлкен өзен. Қандай өзен? Үлкен өзен. Бұл жерде сын есім үлкен. Ал үлкен сөзі қай сөзбен байланысып тұр? Өзен сөзімен байланысып тұр. Және де тағы да сәулетті қалалар. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Бұл жердегі сын есіміміз сәулетті сөзі. Бұл қалалар сөзімен байланысып тұр екен. Келесі, балалар, құнарлы топырақ. Бұл жерде қандай топырақ? Құнарлы топырақ. Бұл жердегі сын есіміміз құнарлы. Топырақ сөзімен байланысып тұр екен. Мол өнім береді. Қандай өнім береді? Мол өнім береді. Мол сөзі сын есім. Өнім сөзімен байланысып тұр. Ендеше балалар, барлығымыз 67-ші жаттығуға назар аударайық. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айтуымыз керек. Сіздерге 3 сөз берілген зат есім. Тақтай, дала, көл. Бір сөзге бірнеше сын есім тауып айтуымыз керек. Тақтай қандай? Жалпақ, қалың, тегіс. Мысалға, дала қандай? Көл қандай? Балалар, барлығымыз үй тапсырмасына назар аударайық. 70-ші жаттығу. Мақалды жатқа жазып, мағынасын түсіндір. 2 мақал берілген, сіздерге жаттайсыздар және де дәптерлеріңізге жазасыздар. Және де мағынасын түсіндіресіздер ауызша. Бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.